Бірінші практикалық сабақ. Жоспары. Түркі қағанатының құрылу кезеңі, түркі этнонимі, түрік қағанаты, сыртқы саясаты, түркі тайпаларының діні, қорытынды. Түркі қағанатының құрылу кезеңі. Түрік қағанаты көк түріктердің тайпалық одағы орта ғасырларда 552-600 жылдар аралығында басқарған Азиядағы ірі мемлекет. Тарихтағы ең ірі мемлекеттердің бірі. Түрік қағанатының күшейген уақытында солтүстік шығыс Қытай, Манчжурия, Монғолия, Алтай, шығыс Түркістан, батыс Түркістан, Орта Азия, Қазақстан және солтүстік Кавказ аумақтарына иелік еткен. Ұлы қоныс аудару дәуірі 2-5 ғасырлар аралығында Қазақстанның Орта Азия мен Шығыс Еуропаның этникалық және саяси картасын недәуір дәрежеде өзгертті. 5 ғасырда түркі тілдес тайпалар одағының саны көп топтары солтүстік Монғолиядан шығыс Еуропаға дейінгі далалық өңірге қоныстанды. Оңтүстігінде олардың көшіп жүретін жерлері Амударияның жоғарғы ағысына дейін жеткен. 6 ғасырда Қазақстан жерлері құдіретті держава билеушілері түркі тайпасының әулеттік Ашина руынан шыққан түркі қағанатының билігіне түсті. Түркі этносының өзі қағанаттың құрылар алдындағы кезеңде Гансу, шығыс Түркістан және Алтай аудандарында 3 ғасырдан 6 ғасырға дейінгі кезең-кезеңмен қалыптасқан. Түрік этнонимі. Түрік этнонимінің алғаш рет аталуы Қытай жылнамаларында кездеседі. Ол 542 жылға жатады. Қытайлар түріктерді ғұндардың ұрпақтары деп санаған. Шежірелерде бұл кезде Қытайдың Вэй князьдігі мен солтүстік өңірлеріне солтүстік батыс жақтың бірінен келген түріктер жыл сайын шапқыншылық жасап, ойрандап кететін болды деп хабарланды. Олар туралы келесі бір мәліметтер бүкіл құрлықтағы тарихтың талай ғасырлар бойы дамуына өзек болған оқиғаларға байланысты. Қытайлар түріктерді сунну ғұндар деп атаған. Түрік этнонимі ежелгі көк түріктеріне тән. Оны түркиялық түріктермен шатастырмау керек. Оларды Осман түріктері деп атаған жөн. Ал бүгінгі күндегі кең қолданылып жүрген түркі сөзі жасанды сөз. Ресей ғалымдары көк түріктерді Осман түріктермен шатастырмау үшін тюрк сөзін ойлап тапқан. Кейіннен қазақ ғалымдары да ресейлік әріптестерінен қалыспай тюрк сөзінен өздерінше түркі деп аударып кеткен. Түркі қағанаты. Ерте түркі мемлекеті түрік қағанаты 552 жылы құрылды. Оның негізін қалаған Бумын қаған болатын. 553 жылы ол қайтыс болады. Бумын өлгеннен кейін таққа оның інісі Қаракеске отырады. Оның бастауымен түріктер жоғары жағында бір жердегі Бұқрат Мулы тауларында аварларды 2 рет жеңді. Қаракескенің мұрагері деп шежіреші оның інісі Едгенді атайды. Ол қағандық тағына Мұқан қаған деген атпен отырады. Оның лақабаты Янту болды. Мұқан қаған билік құрған жылдарында түркі қағанаты Орта Азияда саяси үстемдікке ие болды. Олар Манчжуриядағы қидандарды, Енисейдегі қырғыздарды бағындырады. Солтүстік Қытайда алым салық төлеп тұруға мәжбүр етеді. 563-67 жылдары Эфталит патшалығының басып алады. Міне осыдан кейін олардың жері Каспий теңізінен солтүстік Индияға дейін және шығыс Түркістанға дейін созылып жатқан. Сыртқы саясаты. Отырықшы аудаттардың байлығын иеленуге ұмтылу түріктердің батыстағы Орта Азиядағы саясаттың негізі болды. Олар эфталиттердің батыс тармағына міне осы арада кездесті. Ал эфталиттердің иеліктері Каспий теңізінен солтүстік Үндістанға және шығыс Түркістанға дейінгі жерді алып жатқан еді. Өзінің армиясының орасан зорды икемді құрамына қарамастан бұндай күшті жалғыз жеңіп алуға түріктердің шамасы келмейтін. Олар үшін соғыс сасанилік Иранмен әскери одақ жасасқаннан кейін ғана табысты бола бастады. Эфталиттерге вассалдық тәуелділікте болған Иран оларға ұзақ уақыт бойы жыл сайын кіріспе салық төлеп тұрды. Мұны осы мақсат үшін арнайы соғылған Пехлеви жазуымен қоса эфталит жазуы бар теңелік көрсетеді. Сондықтан түріктердің эфталиттерге қысым жасауы Иран мен сасанилік билеушілерге қолайлы болды. Түрік қағанымен жасалған келісім бойынша Хусрау Анушевран шах өзінің армиясын Тоқарстанға аттандырып, оны 564 жылы эфталиттерден тартып алды. Сөйтіп эфталиттер өздерінің берікте қамсыз тылынан уақытша айырылып қалды. Мұның өзі түрік қағанаты Силдибулға 563-67 жылдар эфталит патшалығын талқандауға мүмкіндік берді.
Түркі тайпалардың діні. Түріктердің наным-сенімдері және діні жалпы алғанда отырықшы және көшпелі халықтың діни нанымдарында алдындағы дәуірлерден алынғаны көп. Адамдардың құдайлық күштерімен қарым-қатынастағы аралық міндеттер қоғамдағы ерекше топтың шамандардың қолында болды. Ал шамандар ертедегі түрік мәтіндерінде қам деп атаған. Шамандар сәуегейлер, емшілер, құдайдың қалауын жариялаушылар болған. Ертедегі түріктердің дінінің негізі көкке, тәңір және жер-суға ер-су сыйыну болды. Құдірет деп есептелген бұл қос күштің негізі көк болды. Қағандар нақ осы көктің еркімен билік құрып, олар көк тектестер және көкке туғандар деп аталды. Қорытынды. Түркі мәдениеті және ежелгі заманнан өмір сүріп келе жатқан түркі тайпалары негізінде қалыптасқан мәдениеттің жалпы атауы. Түркілердің алғашқы ата қонысы шығыс Тянь-Шань өңірі болған. Халықтардың ұлы қоныс аударуының нәтижесінде Қазақстан, Орта және алдыңғы Азия, шығыс Еуропа территорияларына кең таралып орналасқан түркілер қазіргі түркітілдес халықтардың барлықтарының субстраты болып табылады. Теле деген термин тұңғыш рет 542 жылы аталды. Теле түрік деген мағынаны береді. Пайдаланылған эдипиттер тізімде тұр. Келесі сұрақ-жауап айдары. Түрік этнонимінің алғаш рет қай елде пайда болды? Және де қай жылы? Сұраққа жауап беріңіздер. Келесі, түркі қағанаты туралы не білесің? Түркі қағанаты қай жылы құрылды, негізін кім қалады? Түркілердің наным-сенімдері. Бұлмын өлгеннен кейін таққа кім отырады? Тақырыпты бір сөйлеммен түйіндем. Кілт сөздер: түркі, түрік қағанат, дін, мәдениет, салт-дәстүр, тайпа, буын. Осы кілт сөздер арқылы бір сөйлеммен қорытындылап кетіңіз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.